Ассалаумағалейкум. Бүгін 9-шы сабағымыз RIP функциясын өтеміз. Бірінші жұмыс істеу алаңын таңдайық. Мынандай төртбұрыш салайық. Сосын тағы бір төртбұрыш салайық. Бұларды өсірейік. Мысалы, мынандай екі квадрат жасадық. Енді екі біздің кубтың арасына сызық салайық. Ол үшін жұмыс істеу алаңын таңдайық. Екеуінің ортасынан басып өтетін. Содан кейін мынау intersection дегенді бассақ, бұл автомат түрде, мысалы, қай жақтан басаймыз, сол жердің жұмыс істеу алаңы қай жерден өтетінін бізге белгілеп береді. Жаңа сызылған сызбаларымыз көрінбей тұру үшін оны бұлай көрінбейтін construction қыламыз. Construction қылсақ, сызықтар тек қана көмектесуші функциясын атқарады. Енді бізге RIP функциясын бассақ, RIP деген өзі қабырға белгісін береді. Автомат түрде көрдіңіз бе, соңғы таңдаған нәрсені көрсетеді. Енді parts деген бөлшектерді бүйтіп аламыз. Екі бөлшекті алсақ, екеуінің арасында мынандай бір қабырға жасайды. Қабырғаның қалдығын үлкейте аламыз. Қабырғамыз пайда болды. RIP функциясы кез келген екі фигура арасында қабырға жасайды. Немесе бір фигурада қабырға жасайды. Осымен сабағымыз тамам. Сау болыңыздар.